4 мамыр күні таңнан басталған ауа райының бұзылуына байланысты Түркістан облысында біршама төтенше жағдайлар орын алуда. Атап айтатын болсақ, 25.950-ден аса абоненттер электр жарығынсыз уақытша қалған болатын. Сонымен қатар Түркістан Кентау қалаларында және Бәйдібек, Созақ, Түлкібас аудандарында 9 ғимараттың шатыры зақымдалып, жартылай және толық бұзылып, нәтижесінде 2725 текше метр шатыры бүлініп отыр. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің базасында жедел штаб құрылып, барлық облыс аумағында орналасқан су айдындары мен гидротехникалық құрылыстарға тәулік бойы кезекшілер ұйымдастырылып, мониторинг жүргізілуде. Сонымен қатар ауа райының нашарлауына байланысты Кентау, Сауран және Созақ аудандарында Түркістан қаласының аумағында біршама мектептерде оқыту онлайн режимге өткізілді. Және де басқа да осы адамның өмірін сақтауға бағытталған іс-шаралар ұйымдастырылуда. Осы желдің ұйытқуы 5 және 6 мамыр күндері облыс аумағында сақталатындықтан біз тұрғындарды қауіпсіз аймақтарды болуын, сонымен қатар балалардың мүмкіндігінше далаға шықпауын қадағалауын, өрттің ушығып кетпеу үшін ашық жерлерде және қажеті болмаса от жақпауларын сұранар едік. Сонымен қатар автокөліктерінде қауіпсіздік жерлерге орналастыруды және де басқа да сақтық шараларын қабылдауын қажет деп санаймыз.